Apayı sıkılıyor oturunuz. Apaya bakılıyor da. Apaya bakılıyor. Сәлем достар, менің атым Айлы, мен 6-дамын. Мен 22-ші мектепте оқимын. Менің жетекшім Рауан Ілімбай қызы, сәлем достар. Біз бүгін Айлын екеуміз нені зерттейміз? Мен анама арналған қош иістеймін. Қош иісті біз неден дайындаймыз, Айлин? Апельсин қабықты, апельсин лимон қабықтарын, сосын раушан гүл. Раушан гүлінің күлтелерінен дайындаймыз, біз Айлин екеуміз қош иістердің түрлерін көп зерттедік, солай ма? Олар өте көп болады екен. Айлиннің анасына арналған қош иіс дайындамақшы өз қолынан, Айлин? Ол үшін бізге қандай заттар керек? Жаңа айтқан апельсин, лимон қабықтары, гүлдің күлтешелері керек. Не керек? Салқын су. Дұрыс айтасың. Және бізге ыдыстар керек. Айлин, ары қарай өзің жалғастыра ғой. Не саламыз бірінші? Мынандай. Апельсин мен мандариннің қабықтарын саламыз. Айлиннің анасының жақсы көретін иісі қандай? Раушан гүл. Раушан гүлдерінің иісін жақсы көретін анасы. Анасына ұнайтын қош иісті қолмен әзірлейтін боламыз. Енді мына ыдысқа не саласың? Раушан гүл. Күлтелерін сала ғой. Саламыз. Енді біз салқын су құямыз. Қанша қош иістерді біз аналарымыз қайда шашады? Қолға, мойынға, мойынның құлақтың артына. Біз қауіпсіздік ережесін ұмытпауымыз керек, қош иіс қолданғанда. Оны қайда шашуға болмайды? Көзге, сосын шашқа. Шашқа шашуға болмайды. Енді біздің дайындаған қош иістеріміз 2 сағат тұру керек кем дегенде. Біз Айлин екеуміз алдын ала 2 сағат бұрын дайындап қойдық, қош иісімізді. Енді мына қош иістеріміз 2 сағат тұрсын. Біз дайындаған қош иісімізді ары қарай істейміз, сүзгіден өткіземіз. Абайлап қоя ғой. Не саған көмектесейін. Қош иістеріміз иісі қандай керемет, ол біз түспек қой. Қайтқан қияғын ұстап отырайық. Маған көмектесейін, қош иісіміз дайын болды. Енді екіншісін қия ғой. Ұстап тұрайын. Дайын болды. Енді бұны қайда қоямыз? Маған. Мына ыдысқа
құямыз. Хош иістерді әдемі болып жүру үшін, әдемі иістер шығу үшін пайдаланады, иә? Иә. Ананы ұстап тұрайын, үпілейін. Цитрусты хош иіс адамдарға күш береді екен. Ал мына раушан гүлдерінен жасалған нәзіктік береді екен, иә? Иә. Сенің анаңнан енді нәзік хош иісті раушан гүлінің иісі шығып жүретін болады, иә? Иә. Иә, бұны бөлмелердің иістерін хош иістендіру үшін де пайдаланады, солай ма, Айлин? Иә. Иә, енді анаңа сыйлығың дайын. Иә. Енді анаң қуанатын болды, иә? Иә. Иә, балалар, сендерге де жасауға, хош иістерді өстіп қолмен жасауға кеңес береміз. Үйден жасауға бола ма екен, Айлин? Иә. Иә, болады екен. Енді осыны сен әдемі қорапшаға салып, анаңа сыйласаң болады. Кәне сенің қолыңа сеуіп көрейік. Иіскеп көрші, кәне. Күшті ме иісі? Иә. Иә, жарайсың. Енді біз көрермендерімізге не айтамыз? Сау болыңдар дейміз. Сау бол.